90 жылдары Америкада нәсілдік кемсітушілік өршіп тұрған кез. Ондағы негрлер не теріс жолға түсіп ерте өмірден өтеді, не төмен жағдайда арпалысып өмір сүреді. Ричард өзінің қыздары ондай азапты көрмеу үшін 78 беттік кәсіптік жоспар құрады. Екі қызын теннистен жетістікке жеткізу ойы бар. Теннис байлардың спорттық ойыны болғандықтан, Ричардтың бұл арманы жындының сандырағы сияқты. Ол заманда тіпті байлардың өзі теннисшіні бағуға қиналатын. Кедей негр қалай бір емес, екеуін бірдей тәрбиелемекші. Кешкісін күзетші болып, отбасылық ырыс-құт табатын. Күндіз болса, елдер керексіз деп лақтырған теннис жабдықтарын жинап, қыздарының жаттығуын қадағалайтын. Одан бөлек, тағы қыздарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Себебі райондары өте нашар. Сотқарлары көп, кейде тіпті оқ атысып адам өлімі болып тұратын. Бір күні жаттығып тұрған оларға сотқарлар келіп тиісе бастайды. Әкесі қыздарын машинаға жіберіп, өзі оларға қыздарымнан аулақ жүр деп ескерту жасайды. Бірақ оны балаларының көзінше соққыға жығады. Ричард қол қайтарып істі ушықтырмады. Сабырмен қыздарына, сендердің жастарында күнде не ақ нәсілділермен, не сақшылармен төбелесетінмін. Себебі мені ешкім сыйламады. Бірақ сендерді бүкіл әлем сыйлауы керек деп ақылын айтты. Ричардтың әкелік қамқорлығы мен әйелінің мейірімінің арқасында 5 қыз бір бөлмеге қысылып жатса да, олардың балалық шағы бақытты өтіп жатты. Үнемі жүздері жайнап, әндетіп, көңілді күндер өткізуде. Қыздары өскен сайын Ричардтың оларға берер тәлім-тәжірибесі азайып бара жатқандықтан, күнде тынымсыз қыздарына тренер іздеумен болды. Бірақ негр қыздардың қабілетіне күмәнданып, оның ұсынысынан бас тартты. Дегеніне жетпей қоймайтын Ричард енді қыздарымен тренердің алдына барып, көздерін жеткізбекші. Әрең бір мүмкіндік алып, қыздарын алаңға шығарады. Қыздар да жақсы ойнап тренердің көзіне түседі. Тренер «Теннистен не күтесің?» деген сұрағына үлкен қызы Винус, «Мен бір емес, көп рет жеңіске жеткім келеді» деп жауап береді. Тренер кіші қызға «Кімге еліктеп ойнағың келеді?» десе, Серена «Елдің маған еліктеп ойнағанын қалаймын» деп жауап берді. Екеуі де тренерге ұнағанымен, бірнеше себептерге байланысты тек Винусты ғана тегін үйрететін болады. Жабырқап қалған Серенаға әкесі кез келген жағдайға дайын болуын керек деп жұбатады. Қыздың шешесі, «Мені тастап кетті деп ойлама, мен үнемі сенімен біргемін» деп анасы сол күннен бастап Ричардқа Винустың жаттығуын видеоға түсіруді тапсырады. Өзі соған қарап Серенаның жаттығуына көмектесетін. Осылайша бір отбасы екі жақта дайындалса да бірдей жақсы нәтижеге жетеді. Біраз уақыттан кейін тренер Винусты жастар чемпионатына қатыстырып шындамақшы. Бір жағынан продюсер жолықтыруға жақсы мүмкіндік. Сонда кейінгі жаттығу қаражатының мәселесі де шешілер еді. Өзінен жасы үлкен теннисшілермен жарысқа түсуден біраз үрейленгенімен әкесі оған «Назарыңды оларға емес, тенниске аудар, жай көңілді ойнасаң жеткілікті» дейді. Бірақ Винустың алғашқы подачасы сәтсіз болып қалды. Әкесі қызын ештеңеге қарамай рахаттанып ойнай ғой деп жігерлендіреді. Осыдан кейін қызы сабасына түсіп, үрейін жеңіп қызықты ойынға кіріседі. Бұл жетістікке оңай жеттім, қарсыластар осал екен деп мәз болғанын естіген әкесі қатты ашуланып, алаңдағы қыздардың барлығы керемет ойнады. Оларды жеңдім деп өзінше болып мазақ етуін қате деп ұрсады. Үйге жеткенде Ричард «Золушка» фильмін қойып беріп, соңында қорытындыларын сұрайды. Винус, адамда үнемі арман мақсат болу керек деп айтса, Серена, аяқ киімінің қайда қалып қойғанын білуің керек деп жауап береді. Әкесі тұрып, киноның негізгі айтар ойы кішіпейіл болып, жүрек тазалығын жоғалтпау. Біз басқалармен жарысқанда кішіпейіл болмай, тәкаппарланып, өзінше болып кетсек, жеңіске жетпейміз деп сабақ береді. Содан бастап екі теннисші сабаларына түсіп, жаттығуға ғана назар аударды. Жаңбырлы күні жаттығудан қайтқанда үйде полициялар отыр. Көршісі оларды балаларға зорлық-зомбылық көрсетіп жүр деп айыптаған екен. Ричард сақшыларға, «Біздің үйде болашақ дәрігер, адвокат, теннис чемпиондары өсіп өнуде.
Балаларға қатал деген пікірге қарсы емеспін. Негрді кемсітетін қоғамда балаларды дұрыс тәрбиелеп, теріс жолға кетпеу үшін қатал болудан басқа амалым жоқ дейді. Қыздар да әкесін жерге қаратпай, жарыстардан жүлделі орын алып жүр. Винус бір жылда 17 рет жарысқа қатысып, бәрінде жеңіп шықты. Теннис әлемінде жарқырап келе жатқан жұлдыз болды. Телеарналар да жарыса, оның ғажайыбын елге жеткізуде. Танымал продюсерлік компания оның талантына риза болып, жақсы ұсыныс жасап, келісімшартқа отырмақшы болады. Бірақ жауапты адамның сөзінен негрді кемсітушілікті байқаған Ричард олардан бас тартады. Тренер оның ренішін түсінбеді. Қыздың болашағына балта шауып жатсың деп кінәлайды. Ақ нәсілді оның ренішін қайдан түсіне алсын? Тренер мен Ричард екеуі түрлі пікір ойда болды. Тренердің ойынша, Винус жастар чемпионатына жалғасты қатыса беріп, тәжірибе жинақтап, кәсіби теннисші болғанын жөн санағанымен, Ричард қызының әлі бала болғандықтан қатты қысымда қиналғанын қаламады. Оның жоспары бойынша қызы жарысты тоқтатып, назарын оқуға аударып, білім толыққаннан кейін ғана жарысқа қатысуы керек. Ойлары бір жерден шықпағандықтан тренер екеуінің серіктестігі тоқтатылды. Ричард келесі тренерге Рикті көздейді. Рик бірнеше чемпион тәрбиелеп шығарған талантты бағалайтын жақсы тренер. Дәл осы қасиетіне көңілі толған Ричард Винус пен Селенаны бірге үйретуін керек деген талап қояды. Ол кездегі Селена әпкесіндей болмаса да, жаттықтырушысы болмаған жағдайдың өзінде жастар чемпионатынан 2-ші орынды иеленген. Бұл талабын қабылдаған тренерге Ричардтағы қыздарының қасында оларды бірге тәрбиелеуім үшін отбасымызға үй дайындап, маған өзінің қол астынан жұмыс бер және қыздарды ең үздік мектепке орналастыр деген қосымша шарттарын жаудыртады. Мұншама көп талаптарына тренер көнеді. Әке-шешесі қыздарын алып, отбасымен көшіп, жаңа өмір бастайды. Бәрін орналастырып болғаннан кейін Рик Ричардтың тұзағына түскенін байқайды. Келісім шартта қыздар жарысқа тек әкесінің рұқсатымен ғана қатыса алады деп жазылған екен. Рик 3 жыл бойы жарысқа қатыстырмайтынын болжай алмаған екен. Ол уақытта Винус 4 тілді меңгеріп, оқудан озат болып білім алады. Теннистегі біліктілігі де арта түскен. Жарыстарға қатысуға әбден жетіліп тұрған еді. Винус жарысқа қатысқысы келсе де, бірақ әкесі рұқсат етпеді. Ешкім Ричардтың бұл әрекетін түсінбейтін. Сұхбат алдында ол, қыздар алдымен білім алуы керек, әйтпесе 18 жасқа дейін қанша мықты теннисші болғанымен, ертесі банкротқа ұшырап, өмір бойы сергелдеңде қалады деп түсіндіретін. Бірақ бұл жалғыз себеп емес екенін әйелі ғана білетін. Шын мәнінде Ричард қыздарының есейіп, қоғам алдында түрлі қиындықтарға кездесетінін уайымдайтын. Себебі нәсілдік менсінбеушілік әлі күшті еді. Аздаған жетістікке жеткен бауырластары теріс жолға түсіп адасып кететін. Бұны көзімен көрген әке қыздардың тағдыр сынағына қарай итеруге қимайтын. Әйелі, сен өз міндетіңді атқардың, мен де шамам келгенше көмектестім. Бұл Винустың өмірі, сен шешімді оған жасатқаның дұрыс. Әйтпесе оған сенімсіздік танытқандай боласың. Сенен көңілі қалып алшақтап кетуі мүмкін дейді. Ричард бұны естіп, қызымен кездесіп сырласады. Сонда ол, бала күнімде әке мені ақтардың дүкеніне ертіп, зат алмақшы болады. Ол кезде қаралар ақтарға саусағын да тигізуге болмайтын. Мен байқаусызда біреуіне қолым тиіп қалып, одан аяусыз таяқ жеп жерге жығылып қалдым. Танымайтын ақтардың аяқ тепкісінің астына қалғанымда, әкемнің ел ортасынан сытылып қашып бара жатқанын көрдім. Ең жақсы әке емес екенімді мойындаймын, бірақ барлығын сендердің амандықтарың үшін жасап жүрмін. Келесі басқалы тұрған қадамың бәрі үшін маңызды. Сен өзің үшін ғана емес, жер шарындағы барлық қара нәсілді қыздар атынан шыққалы тұрсың. Сенің осы тосқауылдан өтіп кете алатыныңа сенемін, бірақ басынды көтеріп қарағанда әкенің алыста тығылып қалғанын көргеніңді қаламаймын. Ботагөз бұлжылап тұрған қызы сенімен әкесіне, сен үнемі маған әлемдік чемпион боласын деуші едің. Елдің алдына шығып, соны дәлелдейік. Болашақтағы істерге мен сабырмен қарайтын боламын, көңіліңізді қалдырмаймын дейді. Әкесі мен қызы түсінісіп, Винус жарысқа қатысатын болады. Жеңіліп көрмеген теннисші кәсібінің шарықтау кезеңінде 3 жылға жарыс алаңына жоғалып кеткен. Енді бүгін орала салысымен кәсіби жарысқа қатысқалы тұр. Көрермендердің көптен күткен ойынын жан-жақтан жарыса хабарлап жатыр.
Таланттың қайта топ жаруы ма, әлде алаяқтың айласы ма екені елді елеңдетуде. Пікір көбейген сайын Венус өзін дәлелдеуге асықты. Жарыстан бір күн бұрын Nike компаниясының инвесторы келіп, $3 миллион келісім шарт ұсынады. Ол Венустың болашағына сенімді болып, одан спорт жұлдызын шығармақшы. Осыдан кейін жарысқа қатыспаса да, байып кетудің керемет мүмкіндігі еді. Себебі көбі жарысқа өмірін жақсарту үшін қатысады емес пе? Бірақ Венус мұндай тамаша орайдан көңілі бұрылмады. Қызының ниетіне қарап, әкесі ұсыныстан бас тартады. Ұзақ уақыт жарысқа қатыспаған Венус біраз сасқалақтап бірінші таймда 0-4 есебімен жеңіліп қалады. Бірақ екінші таймда денесі қызған Венус өз-өзіне келіп, жеңіске жетеді. Ол өзін дәлелдеді. Кешегі инвестор тағы келіп, енді суманы $4 миллион өсіреді. Тренер Ричардқа ұсыныстан бас тартпағаның абзал дейді. Себебі ертеңгі қарсыласы әлемде бірінші орынға ие 3 рет үлкен шлем иегері Викарио. Әрине, егер Венус жеңсе, теннис тарихындағы ең үлкен қызықты ойын болар еді. Бірақ қызына сенетін Ричард бәрібір келіспейді. Ол Селенаның алаңға қарап терең ойға батып тұрғанын байқайды. Әпкеңнің әлемдік бірінші болуы күмәнді емес, ал сен тарихтағы ең үздік ойыншы боласың. Бұның бәрі менің жоспарымда. Әпкеңнің көлеңкесінде жүргендей сезімде екенімді білемін, бірақ сенің ақылың мен күшіңе сенемін. Жақсылап алаңға қарап ал. Келесі тамаша қойылымдар сенікі дейді. Қызы әкесінің айтқанын дұрыс қабылдайды. Ойын басталған сәттен-ақ Венус тамаша подачамен есеп ашады. Мұндайды күтпеген мықты қарсыласының өзі таң қалады. Жанып тұрған Венусты басу үшін ол әжетханаға барамын деп қулыққа көшеді. 10 шақты минуттан кейін қайта оралады. Қулықтан тәжірибесі жоқ Венусқа бұл әдіс әсер етіп, бірнеше ұпайдан жіберіп алады. Өзінің жалындаған күйін жоғалтып, соңында жарыстан сәтсіз жеңіліп қалады. Жылап отырған жеріне келіп, ата-анасы құшағына алып жұбатады. Сен қалыс қалмай 2 сағат бойы әлем чемпионымен жарысқа түстің. Жасы сенен үлкен болса да, оның тізесін дірілдетіп, сескендіре алдың. Сен өте тамаша ойын көрсеттің. Өз еңбегіңді өзің құрметтемесең, сені ешкім құрметтемейді ғой. Сен чемпионсың. Бұны бәрі көрді. Еңсеңді тік көтеріп, сыртқа шыға ғой. Мен сенімен мақтанамын дейді. Қызын алып сыртқа шыққанда, есік алдында оның фанаттары жиналып қалған екен. Ол шынымен де көп адамның жүрегінен чемпиондық орын алған еді. 9 айдан кейін 15 жасар Венус $12 миллион келісім шартқа қол қояды. Селена да кәсіби спорт жолына ресми аяқ басады. Ричардтың қыздарына арнап жасаған 78 беттік жоспарындай, Венус пен Селена әлемді дүр сілкіндірген үздік теннисшілер болды. Венус 2 рет жұптық олимпиада чемпионы, 1 рет жекелей олимпиада чемпионы болды. 2002 жылы әлемдегі ең үздік жекелік теннисші. 2010 жылы әйелдер арасындағы жұптық әлем чемпионынан 1-ші орын атағына иеленді. Ал Селена болса, 3 рет жұптық олимпиада чемпионы, 1 рет жекелей олимпиада чемпионы болды. Әйелдер арасындағы жекелей ойында 23 рет үлкен шлем чемпионы атағына ие болды. Және 14 рет жұптық қыздар үлкен шлем чемпионатына ие болды. Оларды бүкіл әлем мойындап, құрметтеді. Ричардтың басқа қыздарының бірі дәрігер, бірі адвокат, енді бірі әнші болып, өмірден өз орындарын тапты. Әкелерінің тәлім тәрбиесі мен аналарының қолдауының арқасында ешқайсысы уайымдаған теріс жолға түспей, қара нәсілді отбасынан әр саланың үздігі болған қыздар өсіп жетті. Кино ұнаса, қазақша кино көр арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.